Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Абайұлы Бектеновке. Бүгінгі депутаттық сауалым ана мен баланың өмірі туралы. Бұл дүниеге ұрпақ әкелу үшін перзентханаға аттанған ананы перзентімен бірге о дүниеге аттандырған жағдайлар жетіп артылады Қазақстанда. Қанша жанталассақ та жан сақтау бөлімінде бәрінің жанын сақтай алмайтынымыз өкінішті. Ресми ақпараттың артында қанша қазаның жатқанын тап басып тану қиын емес. 2019 жылдан бастап есептесек, соңғы 6 жылда Қазақстанда 19.128 сәби шетінеп кеткен. 2024 жылдың өзінде 2598 бөпені құндақтаулы күйінде мәйітханадан алып шығуға мәжбүр болды ата-аналары. Әрине, ресми органдар сәби өлімінің азайғанын алға тартады, бірақ соңғы жылдың өзінде 2,5 мың бөпеден айырылып қалу көңіл көншітетін көрсеткіш емес. Сорақысы сол, ресми дерекке сүйенсек, 5 облыста сәби өлімі көбейген. Олар Абай, Ақтөбе, Алматы, Жетісу, Ұлытау облыстары. Тақырыптың тағы бір қыры ана өлімі. Ресми сандарға қарасаң, сан саққа жүгіреді. Соңғы 6 жылда Қазақстанда 563 ана босану үстінде көз жұмған. Сорақысы сол, еліміздің 10 облысында ана өлімі көбейген. Ана өлімі ең көп тіркелген облыстар: Жетісу, Қостанай, Ұлытау мен Ақтөбе облыстары. Мұның барлығы ресми мәлімет. 2024 жылдың қорытындысы бойынша көз жұмған аналардың 54% қалада, 46% ауылда тұратыны белгілі болды. Бір қорқынышты тенденция бар. 4 немесе одан да көп баласы бар әйелдер арасында өлім жітім көбейген. Салдарынан 97 бала тірі жетім болып қалды. Салада проблема жеткілікті. Басқасын былай қойғанда Астана қаласындағы перзентханаларда 550 төсек тапшы. Оған қоса маман жеткіліксіз. Елімізде 4702 акушер-гинеколог жұмыс істейді. Тағы 389 маман керек. Босандыру ұйымдарында тек 1679 акушер-гинеколог жұмыс істейді. Оның 560, яғни 35% ғана ампутация жасай алады. Ал акушерияда операциялық техниканың барлық түрлерін тек 438 дәрігер, яки 21% ғана орындай алады. Бұл үлкен проблема. Тағы бір түйткіл. Еліміздегі кей перзентханалар халықаралық тараптарға сәйкес келмейді. Инфрақұрылымы нашар, ғимараты әбден тозған. Мәселен, орталықтандырылған оттегі жеткізгіші, сығылған ауа және сору вакуумы, қабылдау бөлімдері жоқ. 3-ші деңгейдегі босандыру ұйымдарында экспресс-бак жоқ. Флора мен антибиотиктерге сезімталдықты уақытылы анықтауға арналған зертханалар да жоқ. Бұдан бөлек, медициналық жабдықтардың тозуы мен медициналық мекемелердің төмен жарақтандырылуы да өзекті мәселе. Мысалы, бірнеше орталықта УДС, КТГ аппараттары, анестезия аппараттары, анализаторлар, смат аппараттары жоқ. Мемлекет басшысы құрылтайда дертке шалдыққан балалардың ата-аналары Астанаға барып ем алуға мәжбүр деп, үкімет пен әкімдерге осы проблеманы шешу үшін әр облыста заманауи денсаулық сақтау орталықтарын салуды нақты тапсырғанын көрдік. Осы тұрғыда ұсыныстар: бірінші, ана мен бала денсаулығына тікелей жауапты перинаталдық орталықтар мен перзентханалардағы дәрігерлердің, санитарлардың, техникалық мамандардың айлығын көтеру керек. Себебі олар жалақысы жақсы деп қазір жеке секторға кетуде. Екінші, өңірлерге мықты дәрігерлерді тарту үшін бір реттік көтермақы мен арнайы тұрғын үй бағдарламасын іске қосу қажет. Үшінші, мықты мамандарды даярлау үшін балалар бейіні бойынша кафедраларды қалпына келтіру керек. Төртінші, облыс орталығынан шалғайдағы ауылдық жерлерде және аудандарда жүктілігі ауыр өтіп жатқан әйелдерді алдын ала емдеуге арналған пансионаттарды дереу салу керек. Себебі алыстағы ауылдан толғақ қысқан ананы орталыққа келгенше түрлі жағдай орын алуы мүмкін. Бесінші, патронаждық медбике лауазымын енгізу қажет. Алтыншы, перинаталдық орталықтар мен перзентханалардың, балалар ауруханаларының материалдық техникалық базасын жаңарту керек. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының мүшесі депутат Нартай Сәрсенғалиев.